Достар, бәріңізге сәлем. Үйінде үй жануарлары барлар қазір қол көтерсінші. Жарайды, қолдарыңызды көрмеймін, сондықтан жай ғана лайк баса салыңыздар. Ал біз арамызда қаншамыз екенін санап көрейік. Жалпы, әркімнің талғамы әртүрлі екенін бәріңіз жақсы білесіздер. Біреулер мысық асыраса, біреулер итке құмар. Кейбіреулерге тышқандар мен басқа да кішкентай жәндіктер ұнайды. Бұл таңғаларлық жағдай емес. Бұл сүйкімді жануарлар бізге қаншама қуаныш сыйлайды десеңізші. Олар қиын сәтте сізді міндетті түрде қолдайды және әрқашан жаныңыздан табылады. Тіпті сізге олардың көмегі мүлдем керек емес кезде де қасыңыздан шықпай қояды. Бірақ қуанышпен бірге үй жануарлары үлкен жауапкершілікті де талап етеді. Біз оларды тамақтандыруға, серуендетуге және күтім жасауға міндеттіміз. Ал басында ойнап кейін далаға лақтырып кететін оңбағандар тозақта жансын. Өкінішке қарай, қазіргі өмір ағымы бізге сүйікті жануарларымызға жеткілікті уақыт бөлуге әрдайым мүмкіндік бере бермейді. Дәл осы кезде көмекке заманауи технологиялар келеді. Бұл шығарылымда біз гаджеттер мен озық технологиялар заманында үй жануарына күтім жасау ешқандай да қиын емес екенін дәлелдеуге тырысамыз. Сонымен назарларыңызға кіші бауырларымызға арналған ең пайдалы 5 өнертабысты ұсынамыз. Бірінші өнертабыс – Woof Washer жуындырғышы ит шомылдыруға арналған ең соңғы құрылғы. Бұл бүкіл шеңбері бойымен су мен сабын шашатын тесіктері бар арнайы құрсау. Бұл конструкция итті жан-жағынан бірден, артық қимылсыз тез жууға мүмкіндік береді. Woof Washer 2 режимде жұмыс істейді: сабынды су шашу және таза сумен шай. Сізге тек құрылғыны кәдімгі суару шлангісіне қосып, контейнерге су сабын құю керек. Сосын итіңізді бірнеше минут тапжылмай тұруға көндірсеңіз болғаны. Негізі, өндірушілер бұл механизмнің арнайы массаж әсері бар екенін айтады. Сондықтан төрт аяқты досыңызды ары-бері қозғалма деп қатты жалынып жалбарынудың да қажеті болмайды. Ол рахаттан көзін жұмып, орнында шегелеп қойғандай тапжылмай тұратынына сенімдіміз. Екінші өнертабыс – Pura мысықтарға арналған ақылды суарғыш. Мысығыңыздың күніне қанша су ішуі керек екенін ойланып көрдіңіз бе? Ал сіз ыдысына құйып беретін суда қанша бактерия жиналатынынан хабарыңыз бар ма? Pura автоматты суарғышы мысығыңыздың ағзасындағы су балансын қалыпты ұстау үшін жасалған. Бұл құрылғы мамық жүнді досыңыздың қанша су ішкенін өлшеп, Pura App арнайы қосымшасы арқылы мәліметті смартфоныңызға жіберіп отырады. Осылайша, егер бір ауытқу болса, бірден біле аласыз. Айтпақшы, бұл девайс бірден бірнеше мысықтың денсаулығын бақылауға мүмкіндік береді. Оларды қарғыбауындағы арнайы датчиктер арқылы ажыратады. Ал су тазартатын антибактериалды фильтрдің арқасында үй жануарыңыздың шынымен де таза әрі пайдалы су ішіп жатқанына нық сенімді бола аласыз. Үшінші өнертабыс – Buddy қарғыбауы. Нарықтағы басқа девайстардың ішінде, біздіңше, бұл иттерге арналған ең мықты, ең прокачанный қарғыбау. Оның ішіне Wi-Fi мен Bluetooth модульдері орнатылған. Соның арқасында төрт аяқты досыңыздың не істеп жүргенін тіпті алыстан-ақ біліп отырасыз. Мысалы, фитнес-трекер функциясы арқылы итіңіздің белгілі бір уақытта қанша қадам жүгіргенін көре аласыз. Сондай-ақ бұл қарғыбау оның ұйқысын бақылап, жаққан калориясын есептейді. Тіпті сүйікті жануарыңыздың дене температурасы қандай екенін де міндетті түрде хабарлап отырады. Әрине, ішіне орнатылған GPS қабылдағыш итіңіздің қайда жүргенін нақты анықтайды. Ал егер ол сіз белгілеген шекарадан шығып кетсе, Buddy оның жоғалып кеткенін немесе ұрланғанын дер кезінде ескертеді. Осы пайдалы функциялардың бәріне қарапайым әрі сәнді дизайнды және түнде жанатын ерекше жарықты қосыңыз. Міне, нағыз керемет қарғыбау осы. Төртінші өнертабыс – One Fast Head мысықтарға арналған тренажер. Егер мысығыңыздың тым семіріп кеткеніне уайымдасаңыз, ол үшін арнайы осы тренажерді сатып алатын уақыт келді. Бұл құрылғы тиімдер мен атжалмандар айналатын дөңгелектің үлкен түріне ұқсайды. Ойлап тапқандардың жоспары бойынша, бұл девайс сіздің мамық жүнді досыңыздың үнемі жата бергеннен пайда болған аз қозғалыс мәселесін шешеді. Бұл қарапайым конструкцияның салмағы жеңіл, бағасы да қымбат емес, оңай жиналады және еш қиындықсыз жуылады. Жалпы айтқанда, үй жануарларына тек пайда мен рахат әкелетін таптырмас дүние. Бесінші өнертабыс – Hurricane ұшатын сақинасы. Фризби мен резеңке топтар біртіндеп өткен күннің еншісінде қалып барады. Олардың орнын жаңа буынның ойыншығы басты. Арнайы ұшыру құрылғысының арқасында бұл сақина ауада еркін қалықтап ұшады. Оны ұстап алу оңай шаруа емес, сондықтан үй жануарыңызға нағыз белсенді қозғалыс кепілдендіріледі. Сақина өткір істер мен күшті түстеуге төтеп беретін өте берік материалдан жасалған. Сонымен қатар су бетінде тамаша қалқиды. Бұл сіздің досыңызға жүзумен де айналысуға мүмкіндік береді. Қысқасы, егер сіз үй жануарыңызбен ойнауға тым еріншек болсаңыз, бұл сіз үшін нағыз табыс. Алтыншы өнертабыс – Пауба роботы. Бұл жануарларға арналған радионене десе де болады. Ол сіз жұмыста немесе қонақта жүргенде төрт аяқты досыңыз үйде жалғызсырап қалмау үшін жасалған. Әсіресе ол өзінің мұңын ұлып немесе үріп, көршілерге жеткізбеу үшін таптырмас құрал. Жоғары сапалы камера үй жануарыңызды дәл қазіргі уақытта бақылауға мүмкіндік береді. Сіз оның пәтер ішінде қалай жүргенін көріп, тіпті бұзықтық жасап жатса, дауысты хабарлама арқылы осып та үлгересіз. Сонымен қатар Пауба мысығыңыз бен итіңізді мүлдем қауіпсіз лазер сәулесімен ойната алады, тіпті жақсы тәртіп үшін дәмді тамақпен марапаттайды.
Лазерді смартфон арқылы тікелей басқаруға немесе таймер қойып, ойынды автоматты түрде бастауға болады. Төрт аяқты досымыздың өмірін қызықты ету үшін не істемейсіз енді?